Сұйық заттың қысымын қарастырайық. Мына суретте ыдысқа су құйылған. Сұйықтың қысымы, мысалы су болса, ол түбіне қысым түсіреді және қабырғаға түсіреді. Қысым ыдыстың бетіне перпендикуляр бағытта болады. Қатты дене тек қана жанасып тұрған төменге қарай бағытталған болса, қысымы сұйықты табаны мен қабырғасына бағытталады. Бұл суреттен көріп тұрмыз, судың биіктігі кішкентай болса, су жай ағады, яғни қысымы азырақ. Биіктігі өскен сайын су қаттырақ ағады, қысымы көбейіп жатыр. Судың биіктігі одан сайын үлкейтсек, қысым одан да көп болады. Бұдан сұйықтың қысымы тек қана судың биіктігіне немесе тереңдігіне тәуелді екенін көреміз. Судың қысымын өлшеу үшін ρGH формуламен есептейміз. Мұнда P деген сұйықтың қысымы, өлшем бірлік паскаль қысымда. G еркін су үдеуі, есеп шығарғанда 10 деп алуға болады. Ньютон килограмм. H сұйықтың тереңдігі, жақша жазып қояйын, немесе биіктігі. Мысалы, теңіз болса тереңдігі айтамыз, ыдысқа құйып қойсақ, судың биіктігі деп айтамыз. Сонымен сұйық ыдыстың табанына және қабырғасына қысым түсіреді.